18.000 ғаламтор. Өмір деген қорқынышты түс, деді ол. Түсінесің бе? Бүгінгі видеода сіздерге шынайы өмірде болған оқиғаны айтып беретін боламын. Бірақ бұл оқиға әдеттегідей көрінгенімен, оның соңы сіздерге біртүрлі күмән, тіпті қорқыныш тудыруы мүмкін. Колледждегі оқуымның соңғы семестрінде группаласымен ерегісіп, төбелесіп қалдық. Ол спортпен айналысатын, сондықтан денелі әрі ірі жігіт болатын. Менің салмағым одан жеңіл болғандықтан, оның соққысынан жерге құлап, басымды ұрып, есімнен танып қалдым. Бірақ айтарлықтай маған қатты зақым тимеді. Ондай жаман жағдайлар өмірде болып тұрады деп мен мән бермей ауруханадан тез шығып өзіме келдім. Өмірім әдеттегідей өз ағымымен өтіп жалғаса берді. Содан күндердің бірінде бір керемет әдемі қызды жолықтырдым. Маған ол қыз қатты ұнап қалды. Артынан бірнеше ай ұзақ жүгіріп, басқа бәсекелі жігіттерден ерекшеленуге тырысып, кездесуге шақырып гүл сыйладым. Ақыр соңында ол қыздың көңілін жаулап алдым. Уақыт өте келе көп ойланбай біз үйлендік. 2 жыл өте әйелім аяғы ауыр болып, маған қыз сыйлады. Менің жақсы табыс әкелетін керемет жұмысым болды. Сол үшін әйеліме жұмыс істеп, әуре болуына қажет болмады. Қызымыз 2 жасқа толғанда әйелім тағы да жүкті болып, бұл жолы ұл босанды. Отбасымыздың бақытында шек болмады. Күнде азанда жұмысқа кетер алдында, міндетті түрде баламның бөлмесіне кіріп, маңдайынан иіскеп кетпесем, өзімді біртүрлі сезінетінмін. Отбасым өмірде бақытты болуымның себебі болды. Бір күні кешкісін бөлмеде отырып, демалып жатқанда біртүрлі нәрсеге көзім түсіп қалды. Бөлмемнің бұрышында тұрған шам әдеттегіден тыс біртүрлі төңкеріліп тұрған секілді көрінді. Бұл жағдай мені қатты таң қалдырды. Шамнан көзімді ала алмай қалдым. Мен оған түні бойы қарап шықтым. Ал келесі күні таңертең жұмысқа да шықпадым. Бұл шам маған өте күдікті көрінді. Мен тамақтанбай қойдым. Басында ваннаға бару үшін диваннан тұрушы едім. Бірақ көп ұзамай оны да тоқтаттым. Себебі ештеңе ішпедім де, жемедім де. Мен 3 күн бойы сол құрып кеткір шамға қарап отырдым. Әйелімнің менің біртүрлі іс-әрекеттерімнен қорқып, көршілерден менімен сөйлесуді өтіне бастады. Ал оған дейін мен есімді жоғалта бастадым. Әйелім мұны көріп шошып кетті. Балаларды шұғыл түрде анасының үйіне апарып тастады. Шам кеңірек әрі тереңірек өсе бастады. Ол сол төңкерілген қалпында еді. Көз алдымнан еш кетпей қойды. Көз айналамның бәрі қызара бастады. Кенеттен мен әртүрлі дыбыстар мен айқайларды естіп, қатты ауырсынуды сезіндім. Содан көзімді ашсам, мен жаяу жүргінші жолдың артқы жағында бейтаныс адамдармен қоршалып жатырмын. Көпшілік үрейлене бастады. Ал мен толықтай шатасып кеттім. Шамамен бір 10 минуттан соң мен өзіме келіп, мұның бәрі түс екенін түсіндім. Мен сол группаласымен төбелесіп, соққы жеп, құлап есімнен танып жатқан кезде, алдағы 10 жыл өмірім түстей кіріп өтіп кеткен екен. Бұл оқиғадан соң біраз уақыт өзіме келе алмай, түсімдегі отбасымды жоғалтып алғандай біртүрлі халде болдым. Бұл оқиға әлеуметтік желіде кеңінен тарап, көп талқыланды.
Тіпті бір автор осы оқиға туралы шолу жасап, өзінің ой пікірімен және осыған ұқсас оқиғасымен бөлісті. Ол түсірген видеосында 2 ай бұрын әкем екеуміз жол апатына ұшыраған болатынбыз. Құдайға шүкір, ешкім зардап шеккен жоқ. Мен де әкем де аман сау қалдық. Бірақ сол күннен бастап 2 ай уақыт ішінде өзімді біртүрлі сезініп жүрмін. Ыңғайсыздық және өз орнымда өз өмірімді жүрмегендей болып түйіледі. Өмірім баяғыдай болмай қалған секілді. Сол күннен бастап бірдеңе өзгеріп кеткен сияқты. Әрине, анығын айта алмаймын. Бірақ сол студент жігіттің оқиғасына ұқсас жағдай менімен де болып жатыр екен деген күдіктер пайда болып жүр. Мүмкін мен сол апаттан әлі өзіме келе алмай, көшеде есімнен танып жатырмын ба? Осы 2 ай өмірім түс секілді маған көрініп тұр екен деген теорияны айтып берді. Баршаңыз аты шыққан ғылыми фантастикалық «Матрица» фильмін көрген боларсыздар. Фильмнің сюжеті бойынша көптеген адамдар үшін күнделікті бар шындық, шын мәнінде машиналардың адамдарды бағындыру және тыныштандырылу үшін жасаған шыны ыдыс-ми түріндегі симуляция болып табылатын болашақты бейнелейді. Ал олардың денелерінің жылу және электр белсенділігін машиналар энергия көзі ретінде пайдаланады. Машиналарға қарсы көтеріліс жасаған Нео атты хакер жаңа қорқынышты шынайы әлемде пайда болады. Ол симуляцияда тіршілікке оралу немесе машиналарға қарсы көтеріліс күресін бастау таңдауынан өтеді. Оған ұйқы әлемінен босап, шынайы әлемге шыққан басқа да адамдар тартылған. Ол күресті таңдайды. Яғни бұл фильмде адамзат өмірінің шынайылығы жай ғана симуляция. Ал адамдар оның ішіндегі кейіпкерлер теориясы өзгеше бір бағытта көрсетілген. Бәрімізге белгілі цитата «Өмір ол театр. Ал біз онда актерлармыз» деген сөз бұл теорияда цифрлық симуляция ретінде өзгертіліп айтылған сияқты. Алайда театр мен актерлар цитатасында да белгілі бір философиялық әлемде адамдар өмір сүреді деген ұғым да бар. Әрине, мұның бәріне сіздің қазір сенуіңіз қиын. Тіпті бұл видеоны болмайтын сандырақ деп есептеуіңіз де мүмкін. Комментарийде «Ал балалар, ертегілер осымен аяқталды, жатыңдар». Немесе «Автор өтірік соға бермеші» деген ой пікірлер құпталады. Мархабат. Бірақ сонда да жай ғана теория ретінде ойлап көріңізші. Шынымен де біздің күнделікті үйреншікті өміріміз жай ғана цифрлық симуляция. Ал біз жай ғана оның ішіндегі кейіпкерлерміз бе? Бұл жағдайға қатысты жақында шыққан тіпті ғылыми теория да бар. Ғалам ол компьютерлік симуляция, ал біз оның ішіндегі кейіпкерлерміз. Осылайша британдық физик Мелвин Вобсон қорытынды жасады. Ұлыбританиядағы Портсмут университетінің физигі, инфодинамика ғылым жөніндегі маман Мелвин Вобсонның айтуынша ақпараттың масса мен энергия сияқты физикалық мәні бар. Өйткені барлық қарапайым бөлшектер ДНК-ға ұқсас адам жасушалары секілді өздері туралы ақпаратты сақтайды. Дәл осы ақпарат ғаламның іргелі құрылыс блогы болып табылады, және оның өзінің физикалық массасы бар. Ғалымның пайымдауынша, ғаламның массасы мен энергиясының 1/3 бөлігін құрайтын құпия қараңғы материя ол ақпарат. Одан басқа ештеңе емес. 2022 жылы Вобсон термодинамиканың екінші заңына ұқсас инфодинамиканың екінші заңын жаңа физика заңы ретінде ашты. Термодинамиканың екінші заңына сәйкес, энтропия уақыт өте келе не тұрақты күйінде қалуы, не ұлғаюы мүмкін. Алайда инфодинамиканың екінші заңы бойынша ақпараттық жүйелерде энтропия уақыт өте келе не тұрақты болып қалады, не азаяды. Яғни бұл жүйелер көбінесе реттелген және болжамды болады. Өйткені инфодинамика тұрғысынан алғанда адам ағзасынан вирусқа дейінгі кез келген биологиялық объектілерді, атомнан ғаламға дейінгі физикалық объектілерді ақпараттық жүйелер деп санауға болады. Жаңа заң оларда уақыт өте келе түрлі тетіктердің қалай дамитыны туралы түсінікті түбегейлі өзгертеді. Инфодинамиканың екінші заңына сүйене отырып, тірі организмдерде генетикалық мутациялардың пайда болуын, атомдардағы электрондардың мінез құлқын, ғарышта болып жатқан процестердің эволюциясына болжауға болады. AIP Advanced журналында жарияланған жаңа мақаласында Вобсон инфодинамиканың екінші заңын танымал симуляцияланған ғалымның гипотезасына қолданған.
Оған сәйкес бізді қоршаған ғалам және барлық объективті шындық бұл тек озық компьютерлік симуляция, ал біз виртуалды әлемнің кейіпкерлеріміз. Нәтижесінде Вобсон жаңа физикалық заң біздің симуляцияланған ғаламда өмір сүріп жатқанымызды дәлелдейді деген қорытынға келді. Мысалы, бұл біздің әлемде симметрияның таралуын түсіндіреді. Табиғат симметрияға тартылады. Өйткені ол энтропия деңгейі аз жағдайға сәйкес келеді. Яғни жүйе өзін өзі реттейді. Артық ақпаратты үзіп тастайтын бұл тәсіл компьютер өз жадындағы орынды ұлғайту және энергия тұтынуды оңтайландыру үшін қажетсіз деректерді жоятын немесе қысатын процесті еске салады деп түсіндірді Вобсон.